Ілияс Жансүгіров «Жолдастар» романы. 20 ғасырдың басы, қоғам өзгеріс алдында. Ілияс Жансүгіровтің «Жолдастар» романы. Қазақ қоғамындағы 20 ғасыр басындағы әлеуметтік өзгерістерді суреттейтін шығарма. Романда ескі заман мен жаңа өмірдің тартысы, халықтың теңдік пен білімге ұмтылысын бейнелейді. Кейіпкерлер мен тағдыры арқылы автор қоғамдағы әділетсіздікке, надандыққа қарсы күресті көрсетеді. Жарқын балам, не қып келдің? Ескі қанаудан құтылып, елге еркіндік орнатуға көмектескім келеді. Әлгі Жарқын деген кім өзі? Халықтың басын қатырып тыныштықты бұзбақ па? Бұйырса тоқтатамыз, тақсыр. Әділетсіздікке қарсы шығатын уақыт келді. Біз бірігіп қана жаңаша өмір құра аламыз. Азат болу керек. Жаңа жолды бірге саламыз. Тірі болсам, қазаққа қызмет етпей қоймаймын. Бұл елді ешкім енді басынбайды. Байлар артқа шегінеді. Жолдастарым көп болмаса да, жүрегіміз бір. Бәрі жаңа өмірге бастар жолда. Құрметті оқушылар, оқырмандар, мен сіздерді Ілияс Жансүгіровтің «Жолдастар» романын оқуға шақырамын. Кітапты кітапханадан немесе ғаламтор желісінен оқуға кеңес беремін.